Қайырлы күн, мен сүйікті де сүйкімді көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен фарш салған бұрыш жасайтын боламыз. Оны елдер голубцы деп те атайды. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше кеттік. Фаршымыздың үстіне бір жұмыртқа қосамыз. Күріш қосамыз да жақсылап араластырып аламыз. Мінекей жақсылап араластырып алдым. Енді оның үстіне пиязын, сосын май қосамыз. Дәміне қарай тұз, сосын бұрыш қосамыз. Енді құрғақ болып қалмас үшін кішкене сүт қосамыз. Араластырамыз. Енді дайын болған фаршты осындай тазаланған бұрыштардың ішіне саламыз. Мінекей үшін тазалап алдым. Мінекей достар, дәл осы салмадан менде 14 бұрышқа жетті. Енді біз оны мантоваркада пісіретін боламыз. Мінекей мантоварканың 2 табағын алдым. Енді бұрыштарымыз жақсылап орналастырамыз. Астын майлаудың қажеті жоқ. Енді суы қайнағаннан кейін мантоваркамызды қойып, 45 минутта пісіріп аламыз. Сонымен мен сүйікті көрермендерім, осымен біздің голубцы дайын. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ыстықтай күйінде жүрсеңіздер өте дәмді болады. Иісі мұрынды жарып баратыр. Жасап, өз отбасыларыңызды қуантыңыздар. Арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, мені қолдап кетіңіздер. Ендеше астамды болсын. Сау болыңыздар.